қыздар, асхана ханшайымдары, сіздердің ең басты проблемаларыңыз ол қазанды қалай ағартамын деген проблема шығар деп ойлаймын. Сол үшін бүгін сіздерге осындай көп пайдаланылған, қарайып кеткен қазандарды қалай ағарту керек екенін бір жолын айтамын. Бір жолын көрсететін боламын. Яғни міне көріп тұрсыздар, бұл қазан өте көп уақыт пайдаланылған, күйіп кеткен, асты жандары қарайып кеткен, сарғайып кеткен, тамақ істеу өте жағымсыз. Енді мен осы қазанда қалай ағарту керек екен жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай қазан күйдіретін, қазан тазалайтын средство керек болады. Дәл осындай болу қажет емес. Кез келген қазан ағартатын средство болса бола береді. Одан кейін міндетті түрде қолға осындай перчатки киіп алу керек, өйткені кез келген қазан күйдіретін средстволар қолды күйдіріп жіберуі мүмкін. Және міндетті түрде керек нәрсе ол маска тағып алыңыздар, қыздар, және қырғыш пен губка керек болады. Ең алдымен осылай газымызды жағып аламыз. Жағып, оның үстіне жаңағы қазанымызды қойып, жақсылап ыстық етіп қыздырып алуымыз керек. Яғни қазаннан ыстық болып неғылған кезде, қызған кезде өзі түтін шыға бастайды. Бу шыға бастайды. Сол кезде қазанымызды алып аламыз. Міне көріп тұрсыздар, біз қазанды жақсылап қыздырып, үстіне осындай жаңағы средствомызды сеуіп жағатын боламыз. Ыстық болғандықтан ол бірден көпіріп кетеді, және 4-5 минут көлемінде осы средствоны сепкеннен кейін 4-5 минут көлемінде қалдырып қоясыздар. Одан кейін губканың және жаңағыдай қазан қыратын темірдің көмегіменен жақсылап жай етіп қырамыз. Қатты қырудың қажеті жоқ. Тек бір ретте ғана күйдірмейміз, қыздар. 2-3 рет, ең көбі 5-6 ретке дейін отқа қойып, қыздырып, қайта осылай пенамызды шашып, средствомызды шашып, өстіп губканың көмегімен сүртіп тазалап, каждый раз жылы суға, яғни раковинадағы суға шайып, қайтадан газға қойып отыратын боламыз. Міне көріп тұрсыздар, сырты қандай. Міне средство жаққаннан кейін кетіп жатыр, сырты ағарып жатыр. Дәл осылай қайталайтын боламыз. 5-6 реттен кейін ғана қазаныңыз әппақ болып шығады. Не қыздар, көріп тұрсыздар ағарып жатқанын. Бұл әдіс міндетті түрде көмектеседі, қыздар. Оған сенімдімін. Міне сіздерге қазір бірінші реттегі результатты көрсетемін. Мынау іші, ал мынау сырты. Ең қараңыз, средство жағып тазалаған жерді қараңыз, ең средство әлі жақпаған жерді, екеуінің айырмашылығын қараңыздар. Кәдімгідей айырмашылық болып жатыр. Біз оны жылы суға шайып аламыз, одан кейін осылай отқа қойып тағы да қыздырамыз. Қайтадан оттан алдық. Енді міне көріп тұрсыздар, тағы да средствомызды шашамыз, бүкіл күйген жерлеріне шашып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, міне сары, қоңыр, күйген түстің пеналары ағып жатыр. Ол демек жаңағы күйіп кеткен майларды, қарайып кеткен майларды ертіп жатыр деген сөз.
Қыздар, мен бұл міне дәл осы көрініс үшінші рет неге газға қойып қыздырып пена сеуіп жатырмын. Тек 3 рет қана қыздырған қазанымды қыздырып пена сепкенімді ғана көрсеттім. Қалған барлығын түсіріп отырайын десем өте уақыт созылып кетеді. Қыздар, сондықтан қалғанын видеоға түсірген жоқпын. Тек соңындағы результатын ғана қазір көрсететін боламын. Міне қыздар, біздің қазанымыз ағарды, көріп тұрсыздар. Қандай қазан еді және қандай қазан болды. Өте тап-таза және өте аппақ. Қыздар, осы әдіспен енді ойланбай ешқандай кедергісіз қазандарыңызды аппақ етіп ағарта аласыздар. Жасап көріңіздер, міндетті түрде қандай средство пайдалансаңыздар да өз еркіңіз